Қайырлы күн құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл кондитерлік дүкендердегідей өте жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын кереметтей бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіз дәл осы рецептпен бір дайындап көретін болсаңыз, келесі жолы бауырсақтарды тек осылай пісіретін боласыздар. Сол себепті видеоны өткізбей, соңына дейін көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен опора дайындап аламыз. Ыдысымызға 250 грамм жылы су және үстінен 1 шай қасық толы, яғни 5 грамм құрғақ ашытқы саламын. 3 ас қасықтай қантты салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа ашытқы көтерілгенше қалдырамын. Ал енді бөлек ыдысымызға 250 грамм жылы сүт құямыз, үстінен 2 жұмыртқа саламыз және де 80 грамм ерітілген сары май саламыз. Мен 82% сары майды қолдандым. Одан кейін 50 грамм майонез қосамыз. Майонезді міндетті түрде қосыңыздар және де 1 шай қасық толы тұз салып, барлығын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Енді көтерілген ашытқымызды алып, жаңағы массамыздың үстінен құямыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында біздің ұнымыз електен өтіп дайын тұру керек. Бұл жерде 1 килограммдай жоғарғы сұрыпты ұн. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер. Осылай 3-ке немесе 4-ке бөліп сала отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Бастапқы кезде осылай венчиктің немесе қасықпен араластырып алсаңыздар болады. Одан кейін ұнымызды осылай жайлап сала отырып, қамырымызды илеп аламыз. Бізде өте жұп-жұмсақ, қолға қатты жабыспайтын қамыр иленіп шығады. Арасында ешқандай артық ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап біркелкетіп илеп аламыз. Қамырыңыздың жақсы көтеріліп, ашып шығуы ашытқыларыңызға, яғни дрожжға тікелей байланысты. Сұрығы өтіп кетпеген, балғын, сапалы ашытқы қолданғандарыңыз дұрыс. Қамырды илеп алғаннан кейін, соңында қолымызға кішкене ғана сұйық май алып жағып шығамыз. Және де бетін пищевой пленкамен жауып, 1,5-1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше жауып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырды ашып, көріп, 1-2 қайтарып қойсаңыздар болады. Мінекей біздің бауырсақтарымыздың қамыры көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып көтеріліп шықты. Өте жұп-жұмсақ, қолға жабыспайды. Қолымызбен осылай 1-2 басып шығамыз. Және де қамырды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін әзірше ала тұрамыз. Ал екінші бөлігінен столдың үстіне кішкене ұн себелеп, осылай қолымызбен бірінші жазып аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен бір тегіс етіп, қатты жұқа қылмай, осылай жазып шығамыз. Тым қатты жұқа етіп жайып қоймаңыздар. Бауырсақтарыңыз пісу барысында көтерілмей қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті осылай орташа қалыңдықта жайып алыңыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай болу керек. Енді осы қамырымызды кез келген формамен немесе стаканмен кессеңіздер де болады. Не болмаса 4 бұрышты етіп өздеріңіздің қалаған формаларыңызда кесіп шықсаңыздар да болады. Артып қалған шетіндегі қамырларын алып қоя тұрамыз. Бұл қамырлармен де соңында бауырсақтар жасайтын боламыз. Кесіп алған бауырсақтарымызды жабысып қалмас үшін міндетті түрде мата дастарханның үстіне араларын алшақтау етіп орналастырамыз. Бетін жауып қоямыз. Ал енді оған дейін екінші бөлік қамырымызды да жаңағыдай орташа қалыңдықта жайып, кесіп, бұларды да мата дастарханның үстіне орналастырамыз. Енді беттерін жауып, кішкене көтерілгенше 20-25 минут уақытқа осылай бетін жауып қойып қоямыз.
Оған дейін біз майымызды қыздырып дайындап қоямыз. Май қызғаннан кейін бауырсақтарымызды салып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Тағы бір ескеретін нәрсе, бауырсақтарды тым қатты қызып тұрған майда пісірмеңіздер. Өйткені екі беті тез-тез қызарып, іші дұрыс піспей қалуы мүмкін. Мен орташадан төмен отта, баяу отта пісіріп алдым. Бастапқы кезде ғана майды жақсылап қыздырып аласыздар. Одан кейін орташадан төменінде етіп қойып пісіресіздер. Бұл бауырсақтардың дәмі сөзсіз керемет әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Грамдарын, мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Осы видеоның атауы жазылған жерде бассаңыздар описание бөлімі ашылады. Құрметті достар, менің осындай қазақ тілдегі кулинарлық каналымның әрі қарай алға жылжып, дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса, тегін лайктарыңызды басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермендер болсаңыздар, төмендегі подписация қызыл батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Мінекей біздің көріп тұрғандарыңыздай үлпілдек, мақтадай жұп-жұмсақ, өте дәмді бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздердің де көңілдеріңізден шығатынына 100% сенімдімін. Дәл осы видеоны төмендегі поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілерде өздеріңіздің таныстарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Олар да жасап көріп, сіздерге алғыстарын білдіреді деген ойдамын. Назарларыңызға видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Феруза. Келесі видеода кездескенше.